Сәлем, менің қадірменді көрермендерім. Мен сіздерге қара өріктен слива тосабын жасауды үйрететін боламын. Ал бисмиллах деп бастадым. Мұнда 2 килограмм қара өрік бар, шекерді 1,5 килограмм салдым. Өйткені бұл тәтті өрік, қышқыл емес. Өте дәмді. Ол 1,5 сағаттай тұрады, немесе 1 сағаттай қойсаңыздар, өзінің сөлі шыққанша 1-1,5 сағаттай тұру керек. Міндетті түрде қойып қойыңыздар, шекер салып. Сосын сөлі шыққаннан кейін қайнатылған су дайындап қойыңыз. 1 литр су қайнатылған, немесе жылы су қойып қойсаңыздар, жаңа кастрюльгаға құйып, орташа отта қайнатып отырасыз, қозғап, араластырып. Тәтті өрігіміз өте дәмді болып, өзгеріп бастайды түсін. 35 минуттай қайнатасыз, тоқтатып қоясыз. Сосын екінші рет қайтадан қайнатып, жақсы бір бұқтырып қайнатып аламыз да, жауып бастаймыз. Стерилінген банкымен жауып, ыстықтай жауып қоясыз. Ал Аллах бұйырса жақсылыққа ашайық, ас болсын қыста. Қадірменді көрермендерім, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдағандарыңыз үшін рахмет. Алла разы болсын. Келесі видеоға дейін аман болыңыздар.